Ендеше осы жерден қандай сұрақ туындайды? Неге Алла жақсы көрмейтін, разы болмайтын нәрсесін болдырады, қалап болдырады деп айтады? Дұрыс па? Неге оны жақсы көріп, және де разы болатын нәрсесі әрдайым бола бермейді деп тұр да? Біріншіден біздер былай түсіну керекпіз. Алла Субханала Тағаланың яғни немесе біз мынандай қағида айтсақ болады. Бұл қағиданы ғалымдар айтады, бір үлкен жақсылыққа жету үшін кішкентай жамандықты шыдап беру, кішкентай жамандықты жасау, бұл жақсылық болып есептеледі. Дәл солай сияқты кішкентай жамандық үшін үлкен жақсылыққа қол жеткізбеу, бұл жамандық болып есептеледі. Яғни, мысалы, былай келтірсек болады. Адам жұмыс жасағысы келе ме өзі? Табиғат бойынша жұмыс жасағысы келмейді. Ерінеді. Не үшін? Шаршайды, семьясымен болмайды, бала шағасымен болмайды, бос уақытты кетеді, дұрыс па? Қаншама көп жамандықтар жасап жатыр. Жамандықтар келтіреді жұмысы. Бірақ адам соны жасайды. Не үшін? Ақыр соңында, айдың соңында зарплатасын алу үшін, дұрыс па? Сонда ол осы жақсылық үшін мана жамандықтарды шыдады ғой деп айтты. Түсінікті ма? Немесе басқа мысал. Гангренаны қалай айтады қазақша? Білмейсің? Ірін ба? Соны кесу керек деп айтады. Жақсылық па, жамандық па? Кесу қол көз. Жамандық. Жамандық па? Жақсылық қой. Неге се кеспесек, оның бүкіл денесіне таралып кетеді, адам тіпті өліп қалу мүмкін, түсінікті ма? Сондықтан бұл кесу ана кісіге жамандық болып көріну мүмкін, бірақ қасындағы түгел адамдарына жақсылық болып көрінеді, түсінікті ма? Сондықтан Алла Субханала Тағаланың кейде жақсы көрмейтін, жек көретін нәрселері болғызады ол. Соны қалайды, болмыста болуын болғызады. Не үшін? Себебі оның артында үлкен жақсылықтар бар. Сон мысалы, егер де Алла Субханала Тағала көпірлікті болдырмаса, пасықтықты болдырмаса, онда тіпті адамды жаратудан мағына болмай қалады. Дұрыс па? Неге? Себебі сондай мақлұқтар Аллахта бар. Олар кімдер? Періштелер. Періштелерде шахуат жоқ. Алла Субхана Тағала ондай мақлұқтар бар, жаратылыстар бар. Сондықтан тіпті адамды жаратудан мағына болмай қалады. Бұл бір. Екіншіден, Алла Субхана Тағала күпірлікті болдырмағанда, және де жамандықты, пасықтықты болдырмағанда, үлкен құлшылықтардың түрлері жойылып кетер еді. Қандай? Истихфар, Аллахтан кешірім сұрау құлшылығы. Неге? Күпірлік жоқ. Неден пасықтық жоқ. Неден истихфар, неден кешірім сұрайсың адам? Таубе жоқ. Таубе құлшылығы жоқ. Жоқ болып қалады. Дұрыс па? Амр бил ма'руф ва нахи анил мункар деген құлшылық жоқ болып қалады. Жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтару деген жоқ болып қалады. Насихат деген құлшылық, уағыз насихат деген құлшылық жоқ болып қалады. Дұрыс па? Алла Субханала Тағала күнәмен күпірлікті болдырмаған кезде Алла Субханала Тағаланың ұлы сипаттарын білмей қалатын едік. Қандай? Ғаффар, кешіруші, тауаб, тәубені қабылдаушы, вадуд, жақсы көруші. Алла Субханала Тағаланың осындай сипат, Рахман, Рахим, мейірімді сипаттарын онда біз білмей қалар едік. Неге? Себебі жаңағы күнә, күпірлік жоқ. Сондықтан осы нәрселерін болдыруынан осында үлкен даналықтар, осында үлкен пайдалар келіп жататын болса, бұнда ол
оны мына қағидаға салатын болсақ, бұны түгелі жақсылық болып шығады. Бұны түгелі жақсылық болып шығады. Сондықтан бұны тіпті жаңағыдай кейбір атеистер, қазіргі заман атеистері мұсылмандарға келтіретін бір несі бар, бір күмәні бар да. Олар айтады, егер де Аллах болған кезде деп айтады, бұл жамандықтардың түгелі болмаса еді деп айтады да. Бұл жамандықтар болып жатыр ма, значит Аллах жоқ деп айтады. Бұл сөздің өзі қате сөз, яғни логикалық қате сөз. Неге? Себебі сен негізінде Аллахқа иман келтірмейсің. Сондықтан сен бұл жамандықты иман келтірмейтін нәрсеге қалайша жаңағыдай қосасың, приписываешь Аллах субханала тағалаға. Сен Аллах жоқ деп тұрсың. Яғни бұл жамандық оның тарапынан шығып жатқан жоқ. Түсінесіз бе? Сондықтан бұл әлемде жамандықтың болып жатуы Аллах субханала тағала бар жоқ деген мәселеге қарсы келмейді. Бұл не нәрсеге қарсы келіп қалуы мүмкін? Яғни Аллахтың кемелдігіне, сипаттарына, сол нәрсеге қарсы келіп қалуы мүмкін. Бірақ бұл жерде де бұл жерде де ол қарсы келеді деп айтпайды мұсылмандар. Мұсылман еместерді, яғни христиандар, яһудтар, басқалар, яғни Аллахқа иман келтіретіндер. Бұның өзі. Ол бір. Екіншіден, атеист адам бұл моральдық, объективтік моральдық нормаларды түсіндіре алмайды. Және бар деп бекіте алмайды. Неге? Себебі ода Құдай жоқ. Құдай жоқ деген сөз не ол? Ол жақсылық, жамандық не екенін бір нәрсеге сүйеніп бізге түсіндіре алмайды. Ол нағыл деп айтады. Оның негізі себебі не ол? Біздер қалай өмір сүріп жатырық? Біздер ең күшті, ең өмір сүруге ыңғайлы түр ғана қалады деп өмір сүріп жатыр. Түсіндің ба? Яғни выживает сильнейший. Түсіндің ба? Яғни бір түрдің арасында тек қана ең қуаттысы, ең күштісі қалады деген. Қалады деп айтады. Бұлардың философиясы осындай, атеистердің. Бұл не деген сөз? Бұл сен өзіңді сақтап қалу үшін, өзің күш қуатты болып, өмірге ыңғайлы болу үшін, сен жамандықтар жасасаң, сен мақсатты орындадың деген сөз. Түсіндің ба? Яғни Гитлердің жасағаны, Сталиннің жасағаны осы нәрсеге сүйенді олар. Олар дарвинизмге сүйенді. Олар осы нәрсеге, атеизмнің осы нүктесіне сүйенді олар. Біздер ең жақсы қауымбыз. Гитлер солай айтты. Ақтар ең жақсы қауым. Олар қалу керек, қалғандар, қара болғандарды барлығын жою керек деп айтады. Дұрыс па? Біздер ең жақсы қауымбыз, выживает сильнейший. Атеистердің қағидасына оралатын болсақ, біз тақырыптан кішкене шығып кеттік, ауытып кеттік. Сондықтан бұлар, атеистер өздерін негізіне сүйенетін болсақ, жақсылық пен жамандықты ажыратып бере алмайды объективті түрде. Яғни өтірік жақсылық болуы мүмкін оларда. Шындық жамандық болуы мүмкін. Бірақ ол олай емес. Расында бүкіл адамдарда объективтік моральдық нормалар бар. Бүкіл әлемде, бүкіл уақыт бойынша бір-бірімен сөйлеспеген адам, бір-бірінің тілдерін білмейтін адамдар әділдіктің жақсылық екенін біледі, зұлымдықтың жамандық екенін біледі. Өтіріктің жаман екенін біледі, шыншылдықтың жақсылық екенін біледі. Қайықтан шықты ол нәрсе? Бұл фитра. Ал фитра не ол? Ол Алла субханала тағаланың әрбір адамға салып қоятын нәрсесі. Түсіндің ба? Сендер Аллах жоқ дейсіз. Аллах жоқ болса, фитра жоқ. Фитра жоқ болса, манағы объективтік моральдық нормалар жоқ. Сондықтан сіздер не нәрсенің жаман, не нәрсенің жақсы екенін айта алмайсыз. Сіз оның бәрін ниспи деп айтасыз. Ниспи деген не ол? Қалай айтады ниспияны? Яғни әр адам өзінің жаңағындай жақсылық пен жамандыққа өзінің точка зрениесі бар, иә? Біреуде ол жақсылық болса, біреуде жамандық бола береді, біреуде жамандық болса, біреуде жақсылық бола береді. Объективті бәрі бірігетін моральдық нормалар жоқ деп айту керек олар. Түсіндің ба? Сондықтан бұл нәрсе сіздің негіздеріңіз бойынша ненің жақсылық, ненің жамандық екенін сіз айта алмайсыз, бізге түсіндіріп бере алмайсыз. Сондықтан сіздер мұсылман болсын, христиан болсын, яһудтарға, яғни Аллахтың, Құдайдың бар екендігін бекітетін адамдарға бұл нәрсені айта алмайсыз. Және де бұл нәрсені атеистердің философтары өзі айтқан. Бұл жамандықтың әлемде болуын біздер иман келтіретіндерге қарсы дәлел ретінде келтіруіміз мүмкін емес деп айтады. Түсінді ме?
және де сол біз оны не үшін шықтық? Алла субхана тағаланың жамандықты болдыруының яғни болдыруының себебі, яғни Алла субхана тағала бір жамандықтың артынан бір даналық қалап тұрса, даналық болып тұрса, әрбір жамандықтың артында даналық болып тұрса, бұл жамандық болмай қалады. Түсіндің ба? Бұл даналық жамандық болмай қалады. Түсіндің ба? Және де бұлардың яғни қағидасы былай ғой, жамандықтың болуы әрдайым жамандықты болдырып жатқанның жамандығына дәлел деп айтады ғой. Бірақ біздер бір нәрсені дәлелдесек, егерде жамандықты болдырып жатқан нәрсе сол жамандықты бір жақсылық үшін жасайтын болса деген нәрсені бір жерде дәлелдеп беретін болсақ, бұлардың дәлелі құриды. Яғни жаңағы гангренаны ірінде айтсақ болады. Яғни біздер өзімізде жасаймыз, бір жамандық жасаймыз, не үшін? Жақсылыққа жету үшін. Немесе ащы дәріні ішеміз, ұнамайды бізге. Қаламайсың сен оны. Ішесің, бірақ не үшін? Емделу үшін, дұрыс па? Сондықтан сен кейде өзіңе қаламайтын нәрсені жасайсың, өзің жақсы көрмейтін, разы болмайтын нәрсені жасайсың, не үшін? Бір жақсылыққа жету үшін, түсіндің ба? Және де бұл жасауың, сен жақсы көрмейтін, разы болмайтын нәрсені жасауың, бұл не? Жамандық болып есептелмейді бұндай жағдайда, бұл жақсылық болып есептеледі.